66 менің жылым, мамыражай мамырда, дүниеге мен келіппін ата-анамның бағына. Өз әкемді айтар болсам, Қуатбайұлы Бүркітбай математика саласында ұстаз болған көп жылдар. Еңбек елге елеуледі, үлкен кіші сыйлаған, жайсаңдық пен ізгілікті өн бойына жинаған. Ал анашым өзгеше жан, сәбиге өмір сыйлаған, кіндік ана талайларға, Раухан анам сыйладам. Өнері бар одан бөлек, сырмақ киіз бишілік, талай жарыс байқауларда топты жарды ол биік. Ата-анамнан үлгі алдым, шамшырақ қып өмірде, қарапайым адал бол деп, әр ісіңде, әр кезде. Сол жыл үлкен жаңалық боп, темір жол кеп ел қуанды. Шетпе деген мекен орнап, ауыл көшіп қоныстанды. Есімді әлі алғаш рет өнерге кеп енгенім, тура 11 жасымданам домбыраға бергені. Мұғалімім күлімдеген, талантымды аңдады. Сол кездегі білімменен өнер болды арманым. Содан міне маман болып, мектебіме оралдым. Туған жерге туым тігіп еңбек жолын жалғадым. Ұлттық өнер діттегенім, насихаттап ұрпаққа, Маңғыстаудың күйшілерін, қайқыларын ардақтап. Басшылықты тізгіндедім, апайымнан үлгі алып, күндіз түні көз ілмедім, көркейтсем деп енді анық. Аудан хорын қолға алдым, бұрын мұндай болмаған, сайыстарда жүлде алдым, жолымды Алла қолдаған. Ауылдардың баласы үшін аула клубын аштырдық, сол аулада дәріс алып, үйретілді салт ғұрып. Филиалымыз өз алдына, бір-бір ұжым мақтаулы, өз түлегі бітіріп кеп, жұмыстарын қолға алды. Түлегімді аттандырып, өнерге мен баптадым, солай кадр мәселесін шешуді де таңдадым. Жаңалық көп елімізде, сайлау алды дүрбелең, елдің қамын ойлап жүрмін, басқалармен біргемен. Қайтсем көмек беремін деп, праймеризге бақ сынадым, мәдениетті көтеруге өз-өзімді қамшыладым. Биыл міне 10 жыл толды, көшті бастап келемін, ұжымымда берекелі жетістіктер келелі.